сұрағымыз көздің формасына байланысты эффект таңдау. Кірпіктің эффектісін таңдау дегеніміз, яғни көздің формасына байланысты кірпікті жабыстырамыз. Бұл жерде сіздер келген клиентпен ақылдаса отырып, ол келген клиент көзін мысалға алыстан қараған кезде визуально көзін үлкейткісі келе ме, немесе көзі егерде үлкен болатын болса, тым үлкен көздер алыстан ұзынша етіп көрсеткісі келеді. Соған байланысты ақылдаса отырып, сіздер эффект таңдап бересіздер. Яғни сіздерге бұл жолы беретін эффектім ең простой дейді ғой, ең негізгі эффекттерді беремін. Олар натуральный, яғни қалыпты жағдайдағы өзінің кірпігі сияқты жабыстырып бересіздер. Лиси эффект, беличий, кукольный, разреженный, 3D эффект. Яғни натуральный эффект дегеніміз не? Натуральный эффект дегеніміз адам көзін ешқандай түрде өзгерткісі келмейтін, өзінің көзі өзіне ұнайды, тек кірпігін ғана ұзартқысы және қалыңдатқысы келетін болса, кез келген объемда, яғни сіз бұл эффекттерді классикада да, 2D-да, 3D-да, ары қарай 12D-ға дейін осындай эффекттер түрін таңдап жасайсыздар. Яғни кез келген қалыңдықты, кез келген жұқа кірпікті осы эффекттің біреусін таңдап жасауыңызға болады. Яғни натуральный эффект дегеніміз өз көзі өзін қанағаттандырады. Яғни тура сол көзді тек қана кірпікті қалыңдатып немесе ұзартып бересіздер. Лиси эффект дегеніміз не? Лиси эффект дегеніміз бұл мына көздің мына бұрышын ұзартасыздар. Яғни бұл лиси эффект қай уақытта қолданылады? Клиенттің көзі өте үлкен болған жағдайда қолданылады. Алыстан визуально көз ұзын болып көріну үшін мына жерде ұзын кірпік қолданылады, резкий переход, яғни тез арада төмен түсіп кетеді. Соның әсерінен көз ұзын болып көрініп тұратын болады. Келесі беличий эффект. Қазіргі уақытта көптеген көздер, мені қарап тұрсаңыздар, мына жерде барлығы бірдей көз берілген, көптеген көздер мына жері бүйтіп көтеріліп келеді дағы, мына ортасынан бастап резко төмен түсіп кеткен болады. Яғни сіз эффект арқылы көздің белгілі бір кемшілігін түзеуіңіз керек. Беличий эффект дегеніміз не? Мына жерден мына ортасына дейінгі аралықты, яғни сіз кірпікпен толтырып, алыстан көзді домалақ етіп көрсетуіңіз керек. Мына жерде, мысал үшін ең ұзындық 12-ні алдыңыз делік, мына жерде сіз не жасайсыз? Мына жерде мына аралыққа дейін 10, мыңға дейін 11, мына жерде 12-ні жабыстырасыз да, арғаларай плавный переходпен, яғни 11, 10, 9, 8, 6 деген сияқты, 7 деген сияқты жабыстырып, солайша мына жерде түсіп кеткен қабақты, мына жерде резко түсіп кеткен жерді сіз визуально жоғары көтересіз. Келесі кукольный эффект. Кукольный эффект көбінесе көздері сығырайған адамдарда қолданылады. Ол кукольный эффект көбінесе адам көзін бақырайтып, үлкен етіп көрсету үшін, немесе фотосъемкаларға қатысатын адамдарда қалыңдықты өте бір көрініп тұратын взглядты қалайтын адамдарда қолданылады. Кукольный эффект дегеніміз не? Мына барлық кірпік бойыменен бір ұзындық қолданылады. Яғни кірпіктер өте ұзын, қандай кірпік қолдану керек өзі решать етеді. Көбінесе бізде қолданылатын 13-тен ары қарай кукольный эффектке қолданылады. Келесі разреженный эффект деді. Немесе бұл эффектті кейде Ким Кардашьян деп те атайды. Ким Кардашьян кішкене басқаша болады, но екеуінің структурасы бір. Разреженный эффект дегеніміз, ол жерде мысалға көзді натуральный сияқты ол жерде жұқарақ болады. Разреженный эффекті көбінесе 2D немесе 3D мен жасалынады. Яғни мынау жерде немесе оны лучики деп атайды. Ұзын кірпіктерді, яғни мысалға сіз ең қысқа кірпікті 7 деп алатын болсаңыз, 7-ден 3 мм үлкен кірпікті аласыз. Именно сол аралыққа. Мысалға көздің мына бұрышына 7-ні жабыстыратын болсаңыз, мына жерде ұзынырақ 10 см, мына жерде 7, мынаны 10 см аласыз. Одан кейін 8,
мына жерде 11-ді аласыз. 8, 8, 8, 8, 11-ді аласыз. Мына жерде 9, 9, 9, 12-ні аласыз. Бір кірпік ұзынша болып келеді. Яғни, ол бізде сол лучики дегеніміз, разряженный дегеніміз сол. Яғни, арасынан ұзын кірпіктер шығып тұрады. Мына жерде қысқа кірпіктерін, оны, мысалға, мына 13-тен қысқасы 13 мм қысқа кірпіктерді аласыздар. Осылайша бізде лучиктарымыз шығады. Немесе ол Ким Кардашьян деп те аталады. 3D эффект дегеніміз не? 3D эффект дегеніміз мысалға бір кірпіктің үстіне, мысалға сіз кукольный эффект шаптадыңыз кірпігіңізге, сол кукольный эффекттің үстіне тағы да бірнеше кірпік шаптайсыз. Яғни, мінеке, сіз 2D жасадыңыз дерек, мұнау сіздің өз натуральный кірпігіңіз, сіз соған 2D, яғни бір пучок жасап 2D жасадыңыз, сіз оның үстіне тағы да 2D жасайсыз. Яғни, ол сізде 3D объем беріп тұрады. Ең үлкен объем беріп тұрады. Сол, ал енді бүгінгі біздегі үй тапсырмасы осы эффекттерді жаттап алуларыңыз керек. Және де көздің формасына қарай адамдарға қандай форма жарасатынын, қандай эффект жарасатынын сіз клиентпен отырып ақылдаса білуіңіз керек. Кейбір клиенттер өздері біліп келеді, маған осындай лиси эффект дейді, хотя ол кісіге лиси эффект керек емес болса да, но ол кісінің қалауынша сіз жасап беруіңіз керек.